Бір күні мұхитқа жол тартқан бір кеме апатқа ұшырап батып кетеді. Кемеден тек қана бір адам аман қалады. Толқындар бұл адамды адам аяғы баспайтын бір кішкентай аралға шығарып тастайды. Адам бастапқы күндері өзін құтқару үшін Аллахқа жалбарынып дұға етті және қандай да бір көмек болар деген үмітпен жоғарыға қараумен болды. Бірақ келіп кеткен ешкім болмады. Кейін желден, жаңбырдан және аңдардан қорғану үшін ағаш бұтақтары мен жапырақтарынан өзіне күрке жасап алды. Судың жағасында табылған кемеден қалып кеткен консервіленген тамақтар, компост тағы басқа заттарды осы күркесіне жинап қойды. Күндер осылай жылжып өте берді. Балға аулап пісіріп жейді және қайта көкке көз тігеді. Аллахқа жалбарынып дұға етеді. Бір күні тұщы су әкелу үшін кеткен еді. Қайтып келгенде күркесінің отқа оранып жанып кеткенін көреді. Бұл адамның қазіргі жағдайында басына төнген ең жаман, ең қиын нәрсе болды. Өкпелі және ренішті халде бір орында тұрып қалды. Енді тірі жан болмаған бұл аралда баспана болатын күркесі де қалмады. Аллах тағала неге маған бұлай жасады деп бар даусымен қатты айғайлады. Түнді өкпе реніш ішінде өткізді. Сонша дұға еткенде басына осындай жағдай төндірген үшін Аллахқа шағымданды. Ертесіне таң атпастан аралға жақындап қалған бір кеменің дабылының даусынан оянып кетті. Оны құтқару үшін келген екен. Әл-дәрмені құрып тұрған адам өзін құтқарғандардан менің бұл жерде екенімді қайдан білдіңіз деп сұрады. Және алған жауабы оны бір жағынан таң қалдырды. Бір жағынан қатты ұялтты. Түтін арқылы білдірген белгіңізден көрдік, деді кемедегі құтқарушылар.